Бүгінгі тақырып электрондық конфигурация. Жалпы электрондық конфигурация деген ол атомның электрондары қалай орналасқанын көрсету әдістері. Демек, оның суретін салып отырудың орнына жай ғана біз формуламен немесе ұяшықтармен жазып шығамыз. Сол екі әдістің біріншісі ұяшықтармен көрсету. Жалпы ұяшықтармен көрсету үшін ең алдымен осылай әр орбитальды осындай ұяшық түрінде көрсету керек. Бір орбитальға бір ұяшық сәйкес келеді. Ал егер бірнеше орбитальдан тұратын деңгейше болса, ол жерде ұяшықтар осылай бір-бірімен жабысып орналасады. Мысалы, пи деңгейшеде бірден үш ұяшық бір-біріне жабысып тұрады. Және осы жерде әр деңгейшені сәйкес деңгейден бастау керек. Мысалы, пи деңгейше бізде екінші деңгейден ғана басталады. D деңгейше тек үшінші деңгейден ғана. Және F деңгейше төртінші деңгейден ғана басталады. Әр қарай бірдей сала береміз. Енді ұяшықтарды біз электрондармен толтыру керекпіз. Бұл жерде екі негізгі ереже бар. Олардың біріншісі Хунт ережесі. Хунт ережесін түсіну үшін алдымен ұяшықтарды толтырып бастап көрейік. Электрондарды біз бағдаршалар түрінде көрсетеміз. Біреуі төмен, біреуі жоғары қарап тұрған бағдарша. Әр орбитальға тек екі электрон сиятынын есіңізде ғой. Осылай екі электронды екі бағдаршамен көрсетіп жазып қоямыз. Дәл осылай бірінші 1s, кейін 2s толады. Демек солдан оңға қарай жылжимыз және әр келесі бірінші деңгейден бастап келесі деңгейлерге қарай өте береміз. Бірақ бірнеше орбиталь бірігіп тұрған деңгейшеге жеткен кезде Хунт ережесіне сәйкес біз әр ұяшықты бірден толтырмаймыз. Алдымен осы жабысып тұрған ұяшықтардың әрқайсысын бір-бір электронмен толтырып шығамыз. Кейін барып қана осы әр электронға екінші жұп электронды қосып жазамыз. Осы ереже Хунт ережесі деп аталады. Әр қарай да осылай толтырып жалғастыра береміз. Енді екінші ереже, Кличковский ережесі. Ол D және F деңгейшелерге қатысты. Қараңыз, біз 3π деңгейшесін толтырып біттік. Келесі, бұлай қарап тұрсақ, келесі 3d деңгейше толу керек, иә? Бірақ шын мәнінде 3d толмайды. Бұл жерде бірінші 4s толады. Не үшін? Себебі d деңгейшелер бір деңгейге кешігіп толады, f деңгейшелер екі деңгейге кешігіп толады. Демек, 3d-ді толтыру үшін біз алдымен 4s-ті толтырып алу керекпіз. Кейін ғана 3d толады. 4s-ті толтырдық, енді 3d-ді толтыра берсек те болады. Дәл осылай f деңгейшемен де болады. Ол үшін әрі қарай толтырып көрейік. 5s толды, 4d толды. 4d-ден кейін 4f бірден толмайды. Алдымен әрі қарай толтырамыз. 6s толады. Кейін барып 6s-тен кейін ғана 4f толып бастайды. D деңгейше бір деңгейге кешігеді, f деңгейше екі деңгейге кешігеді. Енді осы деңгейшелердің толу ретін қалай оңай еске сақтап алуға болады? Бұл жерде өзінің арнайы бір схемасы бар. Қараңыз, біз осылай рет-ретімен жазамыз және төменнен жоғары қарай диагональ бойынша стрелкалармен көрсетеміз, бағдаршалармен. Бірінші 1s, кейін 2s толады екінші болып. Үшінші бізде 2π, сосын 3s. 3π 4s, міне осы жерде көрдіңіз ғой, 4s толды және кейін барып қана 3d толады. Бір деңгейге кешігіп тұр. Әрі қарай осылай, осы ретпен және мына жерде 6s толып тұр және 6s-тен кейін ғана 4f толады. Екі деңгейге кешігіп тұр. Және осылай жалғаса береді. Егер ережені еске сақтап алу қиын болса, осы схеманы көз алдыңызға елестетсеңіз болады. Осы конфигурацияны бейнелеудің екінші әдісі бұл электрондық формула. Электрондық формуланы жазу үшін осындай әдіс қолданылады. 3 бөліктен тұратын формула қолданылады. Бірінші бөлігі алдында тұрған сан, ол деңгейдің нөмірі, нешінші деңгей екені. Екінші тұрған әріп, ол орбиталь түрі, S, P, D немесе F. Және дәрежесі секілді тұрған сан, ол электрондар саны. Осы орбитальда неше электрон бар екендігі.
Дәл осы құрылыс бойынша рет-ретмен жалғастырып жазып кете береміз. Мысалы, міне 1s2, оның қасына бірден 2s2, 2p6. Мысалы, p деңгейшеде бізде 6 электрон, сол үшін 6. Әрі қарай 3s2, 3p6. Және осы жерде көріп тұрсыз ғой, 3d толу үшін 3p'ден кейін алдымен 4s толады, кейін ғана 3d толып жатыр. Әрі қарай тола береді осылай. Сөйтіп, мына жерде де мысалы 4d-ден кейін 4f толу үшін алдымен 6s-ке дейін жетіп алу керек. 6s толғаннан кейін ғана 4f толады. Осы секілді екінші әдіспен де көрсетуге болады. Егер кітапқа қызыққан болсаңыз, бекітілген комментарийде сілтемелердің барлығы тұр, солар бойынша өтіп, проект бойынша толығырақ біле аласыз.